Барлықтарыңызға сәлем. Бұрымды келіншек арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Әсел. Бүгін мен сіздерге мынандай үтіктің кәдімгі осындай үтіктің қарайып қалады ғой, соны қалай кетіру керек жолдармен бөлісемін үй жағдайында. Ол үшін бізге парафиновый кәдімгі свеча керек. Дүкеннен алсаңыздар болады, және бинтке орап қыздырып алып үтікті уқалаймыз. Сол кезінде кетеді. Мен үй жағдайында тіс пастасын көрдім, кетпеді, ас содасын жағып көрдім, кетпеді. Соңында мен тұзды көрдім, тұзбен де кетпеді. Енді біз қазір мынамен свечамен көреміз кетіп. Неге қызып жатыр? Неге алып жатыр? Қарасаңыздар. Сіздердің көздеріңіз ше неге? Және бұны істеп болғаннан кейін біз бірден жуып жібереміз. Кететін майлары, парафин свечаның майлары ішінде тұрып қалуы мүмкін. Бұны қалмырақ істемесек, май көп ағып, бинтті көбірек ораймыз және қатырақ сып жібереміз. Қарап тұрсаңыздар, уже кетіп жатыр. Арасында өтейік қой, шарп. Неке кетірдік, осымен ағарып шықты. Бұрынғыдан қарағанда жақсы. Егер сіздерге бұл менің пайдалы видеом сіздерге ұнаса лайк басыңыздар, менің арнама жазыңыздар, менен жаңадан видеолар күтіңіздер. Сау болыңыздар.